Әлем бас тартып жатқан Қытайдың заттарына Қазақстаннан жылдан жылға сұраныс қайта жоғарылауда. Сапасы емес, бағасы маңызды отандастарымызға Қытай өнімдерінің сіз білмейтін ақиқатын ашып айтатын боламыз. Қытай тауарларының сапасы жақсы болмаса да, бағасы қолжетімді болғандықтан елдің бәрі қалтасына қарай сатып алады. Тіпті бір ғана Қазақстан емес, әлемнің бәрі түп нұсқасынан айнымайтын қытайлық киімдер мен аяқ киімдерді киіп пайдаға жаратады. Қытай заттарын шекарадан өткізбейтін Америка ғана отандық өнімдерін халыққа ұсынады. Соңғы кезде Қытай өнімдеріне бүкіл Европа жаппай бас тартуда. Өйткені адам денсаулығы мен өміріне орасан зор дерт пен қауіп төндіретін киім-кешектердің сыры әшкере болды. Қазақстандағы дүкендер мен жайма базарларда сатылатын сөредегі заттардың барлығы Қытайдан әкелінген. Тіпті сараптама көрсеткіші бойынша елімізде аяқ киімдердің 60%-дан астамы қытайлық өнімдер, 30% Түркиядан, қалғаны шетелдік брендтер болып шықты. Бір қызығы, Қытай тауарлары Қазақстанда бренд саналатын дүкендердің төріне шығып кеткен. Сатушыға да, сатып алушыға да маңыздысы өнімнің бағасы, ал болашағы мен бала денсаулығына бас қатырып жатқан ешкім жоқ. Қытайдан әкелінетін көшірме аяқ киімдердің салдарынан аллергия, грибок, ортопедиялық аурулар пайда болады. Қытайлық аяқ киімдер табиғи теріден емес, дермантиннен жасалынады. Ал дермантин теріге ауа өткізбейді. Буын ауруымен ең сұмдығы онкологиялық дерттің пайда болуына себепкер болып шықты. Себебі қытайлық аяқ киімдер формальдегид пен фенолдық қоспаларымен және хош иісті амин, металл амины және тұрақсыз анилин бояғыштар арқылы жасалынатыны дәлелденді. Дәрігерлердің айтуынша, атап өткен химиялық қоспалар арқылы жасалынған аяқ киім онкологиялық дертке шалдығуға 100% жол береді. Ғалымдар 75% ісік ауруларының адам ағзасында пайда болуын сапасы нашар өнімдердің кесірінен екенін анықтады. Адамның денесіне ең жақын тұратын киім мен аяқ киім арқылы зиянды синтетикалық заттар тері арқылы оңай өтіп, мәңгі ағзада қалып қояды. Қазақстанда әрбір үшінші адам қолданатын Қытай аяқ киімдері адам сенбейтін ауруларға сөзсіз алып барады. Санитарлық орталық мамандарының кеңесіне құлақ түрсек, тұтынушы аяқ киімді сатып аларда иіскеген жөн. Егер жағымсыз ащы иіс шықса, алудың еш қажеті жоқ. Өйткені қоспасында стирол, фенол, формальдегид, органикалық еріткіштер мен бояғыштар, уытты желімдер мен ауыр металдардың тұздары тұратын аяқ киім ертеліге шүбәсіз дертке шалдықтырады. Сондықтан саны арзан деп сан түрлі Қытайдың қаптаған өнімдеріне жүгірмей, саналы ұрпақ, дені сау бала мен дертке шалдықпаған бүтін қоғам өмір сүрсін десеңіз, сапалы заттарды қолданғаныңыз жөн.